Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 1-ші сынып 122-ші сабақ. Жиын. Жиындарды салыстыруды үйренесің. 1-ші тапсырма. Алия мен Сырымға бөлмелердегі заттарды жинастыруға көмектес. Қайсың қайда жинауға болады? Балалардың әрбір сүреге жинаған бір сөзбен қалай атауға болады? Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Сөредегі ойыншықтардың аттарын атап өтейік. Бұл жерде машиналар жиыны, кітаптар жиыны, ойыншықтар жиыны, кубиктер жиыны, орындықтар жиыны, кітаптар жиыны деп аламыз. Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Бұл сөрелерде ыдыстың суреті жоқ. Есіңе сақта, жиын бұл ортақ белгілері, қасиеттері бойынша біріктірілген нысандардың тобы. Жиынды құруға қатысқан нысандарды оның элементтері деп атайды. Жиынның бірде-бір элементі болмаса, бос жиын деп аталады. Бұл тең жиындар. Себебі оң жағында да, сол жағында да қуыршақтар берілген, кубиктер берілген, екі жақта да, оң жағында да, сол жағында, және доптар берілген екен. Сондықтан да бұлар тең жиындар дейді. Ал оң жағындағы жиындар бұл тең емес жиын деп аталады. Өзіндік жұмыс. 2-ші тапсырма. Жиындардың атауын дәптеріңе жаз. Әрбір жиын үшін тағы да бір элементтен ойластыр. Оларды жаз. Бұл жиындардың қайсысында элементтердің саны? 1-ші сурет нандар жиыны деп алса болады. 2-ші суретте көкөністер жиыны деп алсақ болады. Сосын тағамдар жиыны деп аламыз. Нандар жиыны мен тағамдар жиынының элементтері тең. 3-ші тапсырма, суретке қара. Сырым мен Алияның қорабындағы және көк қораптағы заттар жиынын қалай атауға болады? Сырым мен Алияның заттарын сана, салыстыр. Көк қораптағы жиындар ойыншықтар жиыны деп аталады. Сырымның қорабындағы жиын бұлар текшелер. Текшелердің саны 10. Алияның қорабындағы жиын бұлар доптар жиыны. Доптар жиыны 8 элементтен тұрады. Салыстыратын болсақ, 10 артық 8-ден. 4-ші тапсырма. Әрбір жиынды қалай атауға болады? Әрбір жиынның элементтерін ата. Олардың атауын дәптеріңе жаз. Сол жағындағы тұрған ойыншықтар жиыны деп алсақ болады. Ойыншықтардың ішінде аю, мысық, құлыншақ, қуыршақ ойыншықтары бар. Ал оң жағындағы жиынды оқу құралдары жиыны деп алсақ болады. Бұның ішінде кітап, сызғыш, карандаш, қалам, дәптер орналасқан екен. Міне бұл жиындардың атауын балалар дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Дәптермен жұмыс заттарды орналастыр. Ыдыс-аяқтар жиыны және ойыншықтар жиыны. Ыдыс-аяқтар жиыны болса, яғни сызба арқылы ыдыс-аяқтарға қосасыздар. Ойыншықтар болса, оны ойыншықтарға қосасыздар балалар. Бұл тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар. 2-ші тапсырма. Шыншыл суретте ыдыс бейнеленген деді. Өтірікші суретте кесе бейнеленген деді. Сол затты қорша. Міне осы кесені, ыдысты қоршайсыздар. Міне балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар балалар.